Instagram парақшама тіркеліп, менің қысқа метражды видеоларымды көрсеңіздер болады. Тіркелуді және лүпіл қоюды ұмытпаңыздар. Рахмет. Сәлем достар, сіздермен бүгін Есімбекова Майра каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайындағы лаваштың рецептімен бөліскім келіп отыр сіздермен. Ең бірінші біз ұнымызға осылай 3 ас қасық сұйық майымызды құйып, 1 шай қасық тұзымызды саламыз. Одан ақырындап араластырып, үстіне жылы суымызды құямыз. Менде бұл жерде жарты килограмм ұн, яғни 500 грамм ұн және 1 литр жылы су. Осыны құйып, қоймалжың, қазір көрсетем, осыны шетінен құйып отырыңыздар суды. Осылай шетінен құйып отырып, араластырып, қоймалжың болу керек. Осы ожауымызбен кәдімгідей былай сапыра алатындай. Ақырындап осылай шетін бәрін жинастырып, міне суымыздың кішкене ғана құрамы қалды. Осының бәрін қазір құйып, жақсылап осындай венчикпен араластырамыз. Бізде бұл лавашты оқтаумен жаймаймыз. Біз кәдімгі құймақ сияқты пісіретін боламыз. Міне осылай жақсылап араластырып алғаннан кейін табамызды ысытып, қатты ысыған ысып тұру керек табамыз. Міне осындай үй жағдайында жасаған лаваш тойымды болады және кәдімгідей көп шығады. Осы жарты кило ұннан 18 штук лаваш шығады. Міне қоймалжың смесімізді құйып, осылай құймақ сияқты пісіретін боламыз. Осылай құйғаннан кейін аударуға асықпаңыздар, үсті құрғатылып, қабырсу керек. Шеттерін байқасаңыздар, міне көтеріліп жатыр, ақырындап байқап тұрған шығарсыздар. Кәдімгідей беті құрғап, дүкендердегі лаваш сияқты болу керек. Қатты болып піспейді, жұмсақ болып піседі. Қалың қылып құймаңыздар. Жұқа болып піскен дұрыс. Осылай барлығын пісіріп аламыз. Содан кейін ішіне өздеріңізге ұнайтын салмаларыңызды салып, гриль сковородкаларыңызға кішкене қарып алсаңыздар болады. Қалың қылып пісірмеңіздер. Қабырсу керек үсті, міне пісіргеннен кейін асықпаңыздар аударуға. Өзі кішкене сарғайып піседі. Міне осындай бу шығып, өзі кішкене кеуіп пісетін болады. Бірақ бір-бірінің үстіне қойғаннан кейін ол жұмсара бастайды. Міне осындайды үйде пісіріп көрсеңіздер болады. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Ендігі видеода ішіне салмасын салып көрсететін боламын. Сіздерге қалай ұнады ма осы видеом? Егер ұнаса, астына пікір қалдырыңыздар. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған Есімбекова Майра. Ас дәмді болсын.